ысқақ естіліп тұр ма мен? Естіліп тұр ма? Естіліп тұрсың, иә. Америкада мынандай сот болған. Сен сияқтылар жиналып алып, эволюцияның орнына ана қате ретінде неге мектеп бағдарламасына енгізбек болған. Неде? ақш-та. Сонымен сот болған. Не мәселе ол? Ол не мәселені айтып отырсыз? Қандай мәселеде соттасқан? Соны айтшы. Тіршілікті Құдай жаратты дегенді кітапқа енгізбек болған. Қазақстанда қалай айтылып тұр енді? Қазақстанда жоқ ондай нәрсе, Құдай жаратты деген. Мешіттерде айтылып жатқан жоқ па? Мешітте сендер Қазақстанның білім беру жүйесіне қарсы жұмыс істеп жатсыңдар. Оны сен президент Тоқаев қателесті де. Президент ислам дін төл мәдениетіміздің ажырамас бөлігі екен алға тартып, ата дініміздің адамзатты мейірімді, адал, білімпаз және еңбекқор болуға үндейтін жеткізі. Осы асыл қасиеттер халқымызда салт дәстүрімізбен айқын көрінеді деп айтқан. Тоқаев соған міне айтып отыр, біз жастарға иманын арттыратын нелерді деп рас KZ дегенде жариялаған. Неге қарсы шығасың сен оған? Тоқаев ол дұрыс емес нәрсені жеткізіп жатыр де. Тоқаев қателесті де. Сұрақ қоймашы маған, сұраққа бәріне келісуге міндетті. Айтса енді сен келіспеймін деп тұрсың ғой, бағана айттың ғой, келіспеймін дедің. Келіссем дұрыс деп айтам, келіспесем дұрыс емес деп айтам. Сен де сөйтесің. Заңда сол жазылған ба? Заңда жазылған ба? Не деп? Цензураға тыйым салынады деген сен қалай түсініп тұрсың? Цензураға тыйым салынады деген адамдардың аузын жабуға болмайды сен сияқты. Онда дін алауыздық нәрсеге ол туралы заң бар ғой? Мысалы, сен менің дінімді сынай берсең болады. Сенде дін жоқ қой. Ысқақ, сен түсінбей жатқан мынау ғой. Кеше тыңдамашы бір минут, Ысқақ. Кеше конференция өтті. Ислам, христиан, жаңағы үлкен Таурат өкілдері барлығын жинады. Сөйтіп конференция. Оның арасында атеист дін емес қой енді, ол қабылданбаған ғой әлі заң несінде. Енді дінге жатпайды ол. Діндердің арасында өзі тартыс болады, дебат болады. Мысалы, христиандардың кітабын әкеледі, мұсылмандар кітабын әкеледі. Жоқ, дебат не әлемде, Америкада ол рұқсат ондай нәрсе. Құралады олар кітап бойынша, пайғамбары бар. Ал енді атеист ол кіріспейтін жерге қалай кіріседі ол? Сен деген тек анандай бір өзіңше бір ақылдысың. Блин, сендер не анандай мен ақымақ көресіңдер ма? Сен жауап бер. Ақымақсың ғой сен, қарасай, мына жерде не айтты, сол темада сөйлесіп жатырық біз. Конституцияда бағанағы нәрсе жазылған ба, енді жазылмаған нәрсені айтып отырсың ғой енді бағана. Конституция бойынша сен ешқандай діндерді кемсітіп немесе оны біреусін жамандап олай істей алмайсың жаңағыдай. Сен дінің анадан төмен, мынадан. Дұрыс, иә, кемсітуге болмайды, иә. Енді Тоқаевтың не айтқың келіп тұрсың? Жоқ, сен айт ол, Тоқаев жақсы деп отыр ғой. Сен именно осы сөзіне қарсы шығып отырсың сен. Мен саған осы сұрақты қойдым, бірақ тема бұл. 1000 темаға секірме сен. Енді тоқта, тек ислам мәселесінде келіспейсің ба онымен? Басқа мәселелерді келісе бересің, ә? Жауап берші, осыған жауап берші, мақұл. Қара, бір сұрақты 10 рет қойып шаршаттың. Сен Ысқақ бетсе, секіре бермесең, қазір біз басқа физика туралы, Тоқаевтың отбасы туралы әңгіме айтып отқан жоқпыз ғой. Бұл жерде мына именно осы сөзге байланысты айтып тұр. Сен бар ғой, адамды шаршатып жатсың. Мен саған қағыда айтамын. Тақырып бір сұрақ, Ысқақ. Былай қашарыңды білмей тұрсың да, Ысқақ. Именно осы ислам мәселесіне келіспейсің ба? Қалған бәрімен келісе бересің ба? Осыған жауап берші, сосын жауап берем. Ысқақ, еркекше жауап берем. Осыған жауап берші. Болды. Мен ислам мәселесіне Тоқаевпен келіспеймін. Қалған бәрінде келісесің, е? Қалған мәселесін сол кезде келісетін жерінде бар, келіспейтін жерінде бар. Айты қашпай енді. Еркекше басқа қалған бәрінде келісесің, е? Қалған бәрінде де бұл не айтқанын білмеймін ғой мен қалған жерде. Қалған жерінде мен келісуім де мүмкін. Енді сол айтып отырмын ғой мен саған. Именно осы бірақ сұрақпен келіп отырмын мен саған. Сосын ғой айдалаға кетпей ақ қояйық деп отыр. Кеше конференцияда бас поп, Россияның бас попы да айтты ғой. Ислам ол жақсы дін. Біз әңгімеміз жоқ қатты деп. Сенің исламыңды мақтап отырған сол поп, сол патриарх, ана Украинаға соғысты, қасиетті соғыс деп, ана атып атқан ракеталарды освещать етіп, соларға қолдап атқанын білесің ба соны? Сен сонда Таураттың еврейлерді келді конференцияға. Оларда ислам жақсы дін дейді. Бір жағын айтты. Сен жаңағы еврейің, ол политика ғой, ол политика мәселесі ғой. Демек ол сайқал адам ғой, оның сөзіне сенуге болмайды ғой. Ол ана бас Таураттың өкілдері, бас поптар оған қатысы жоқ қой политикаға. Не қылды отырсың? Конференция болды ғой кеше Астанада. Үлкен конференция өтті ғой. Бас нелердің алдында, бас мүфти бар. Хорошо. Тоқаев христиан болса, христианды қабылдайсың ба сенде?
Қабылдамай тұр ғой вот именно. Жоқ, қабылдаса қабылдайсың ба деймін, білмейсің ғой ертең не істейтінін. Болашақтағы мәселе керек емес, дәл факт қазір. Сөзіңді алып алайық та, сенің сөзіңді алып алайық. Ертең секрет. Сен болашақпен сөйлеме, қазіргі жағдаймен сөйле. Фактпен сөйлесең. Тоқаев христиан, сен Тоқаевтың артынан ерушісің ғой, иә? Фактпен сөйлесе, бля, ысқаққа болашақпен сөйлемеші нау. Қазіргі немесе. Жақсы. Қазір сен Тоқаевтың артынан ерушісің ғой, солай ма? Еруші емеспін, мен именно осы сөзіне мен қосыламын. Сені мақтаған жеріне қосыласың. Мені мақтап тұрған жоқ, бұл жерде ислам үлкен, жалпы әлемдік дін деп ол мақтап тұр ол. Иә, сен соған қосыласың. Баға беріп тұр, дәл осы сөзіне қосыламын мен. Тоқта, сен оның вообще сыйламай отыр ғой, ақылтай. Сен де сыйламай отырсың ғой президентті. Президент не, особый адам ба не ол? Қазақстан азаматы президенттігін сыйламасаң, Қазақстан азаматы өзінің еркін әңгімесін айта алады, дұрыс деп исламда. Жарайды, жақсы. Сен просто қашпа ысқаққа. Өзімді сыйламайтын адамдармен төбелеспеймін, сен сияқты емеспін. Инналлазина кафару мин ахлил китаби вал мушрикина фи нари джаханнама халидина фиха. Улаика хум шаррул бария. Сенің халифа Алтайында қалай басталады басы? Не деп тұр, бір оқып жүр? Күпір келтіргендер, кітап иелері, мүшіріктер тозақтың отында мәңгі қалады. Міне солар жаратылыстың ең жамандары дейді. Арабша оқи аласың ба сен? Жоқ.